Тамшы KZ ұсынады. Ұстаз Ризабек Батталұлы, имам Ән-Науауидің 40 хадисі бойынша аудио дәрістер топтамасы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин. Сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин ман вала. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, Алла Тағалаға сан шүкірлер, сансыз мақтаулар болсын. Сіздер мен біздерді үмметтің қайырлысы қылды. Әрине бұл Аллахтың қалауы, біздің қалауымыз емес. Алла бізге сондай қайырлы үммет пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның үмметі болуды нәсіп етті. Егер қалау біздің қолымызда болғанда, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде өмір сүріп сахаба болып кетуді қалар едік. Әлбетте біздің қалауымыз болмайды, Алла Тағаланың қалауы болады. Сондықтан Алла Тағала осы отырған сіздер мен біздерді қайырлы үмметтен болуды нәсіп етті. Біз Аллаға сан шүкірлер, сансыз мақтаулар айтуымыз керек. Бүгін біз хадиске тоқталамыз. 30-шы хадис. Имам Науауи рахимахуллахтың 40 хадис жинағындағы 30-шы хадиске келдік. Бұл Алла Тағаланың қойған шариғатының шегін білу, тыйған нәрседен тыйылу, бұйырған нәрсесін орындау. Ан Аби Сағлабата әл-Хушани Журсум ибн Наширин радиаллаху анху عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Әби Сағлаба деген сахабадан келіп атқан риуаят. Осы риуаятта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: Инна Аллаха Та'ала фарада фараида фала тудаййиғуха. Алла Тағала сендерге фарыздарды міндеттеді. Оны тастап қоймаңдар дейді. Уахадда худудан фала та'тадуха. Сондай-ақ шектеулер қойды, ол шектен өтіп кетпеңдер дейді. Уахаррама ашияа фәлә тәнтәхихука дейді. Алла Тағала тыйым, харам нәрселерді белгіледі, оған түсіп қалмаңдар дейді. Яғни біз орындамауымыз керек. Уасаката ан ашия рахматан лакум ғайры нисянин фәлә табхасу анха дейді. Хадисті имам Дарақутни риуаят еткен, мағынасы үлкен. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Алла Тағала фарыздарды міндеттеді, оны міндетті түрде орындаңдар, тастап қоймаңдар деді. Алла Тағала шектеулер қойды, ол шектен өтіп кетпеңдер. Харамды нәрселерді белгіледі, оған түсіп қалмаңдар. Және сендерге рақым ретінде кейбір нәрселерге үкім бермеді. Не халал, не харам екендігін. Оны Алла Тағала ұмытқандықтан емес, сендер оны талап етпеңдер дейді. Алла Тағала бізден талап етпеген нәрсені біз талап етпеуіміз керек.
Керісінше Алла тағала бізге нені міндеттеді, соны талап етуіміз керек. Енді бұл хадиске тоқталатын болсақ, исламдағы бір қатар мәселелерді қамтыған үлкен хадистердің бірі болып табылады. Бірінші, бұл хадистен шығатын мағына Алла тағаланың міндеттерін сақтау. Бізге Алла тағала парыз нәрселерді жүктеді. Біз соны қолымыздан келгенше орындауымыз керек. Сондықтан да бір хикамда былай деп келеді: сендердің Алладан сұраған нәрселеріңнің ең жақсысы оның сендерден сұрағанын сұрауларың дейді. Алла бізден нені сұрады? Намаз оқуды сұрады, иман келтіруді сұрады, ораза ұстауды сұрады, шамамыз келсе зекет беруді сұрады, шамамыз келсе қажылыққа баруды сұрады, ғайбат айтпауды сұрады, өтірік айтпауды сұрады, зина істемеуді талап етті. Міне осы нәрселерді Алла бізден сұраған болса, біз Алланың бізден сұраған нәрсесін сұрауымыз керек. Я Раббым, бізге күшті иман бер, бізге бекем иман бер деп сұрауымыз керек. Я Аллахым, бізге күш қуат бер, сенің намазыңды толық орындауға, бізге күш қуат бер, Рамазан айындағы сенің оразаңды ұстауға, бізге күш қуат бер, мүмкіндігіміз келгенше зекет беріп қажылыққа баруға деп адам сұрау керек. Міне адамның, мұсылман адамның Алладан сұраған нәрсесінің ең жақсысы Алланың бізден сұраған нәрсесін сұрауымыз керек. Сондықтан пайғамбарымыздың бұл хадисінен шығатын нәрсе, Алла тағала сендерге бір қатар парыз нәрселерді міндеттеді, соны тастап қоймаңдар дейді, яғни орындаңдар деп жатыр. Исламдағы парыз болған нәрселерді біз білеміз. Аллаға құлшылық ету, оның ішінде намаз, зекет, ораза, қажылық. Енді осы Алланың парызы, сіздер білесіздер, екі түрлі болады. Фарз айын, фарз кифая. Фарз айын деп әрбір адамның өзі орындайтын іс. Намаз, ораза, шамасы келгенше зекет, қажылық істер. Екіншісі фарз кифая, яғни бір мұсылмандардың орындауыменен екінші бір мұсылмандардың мойнынан түсетін. Мысалы, ол жаназа намазы. Яғни мұсылман қайтыс болса, ол мұсылманның бір-біріне міндет болған нәрсесінің бірі. Яғни сәлем берсе жауап беру керек, қайтыс болса жаназасына қатысуымыз керек. Енді осыған бір адам қатысумен басқа мұсылмандардың мойнынан түседі. Бұны фарз кифая дейді. Сол сияқты біздің жаңағы мынау әр уақыты кіргенде намазға азан айту. Бұл сүннет, бекіген сүннет. Егер бірде бір адам азан айтпай қоятын болса, барлығы бірдей күнәға батады дейді. Ал енді ішімізден біреу айтқандықтан басқаларымыздың мойнынан түседі. Сондықтан фарыз екі түрлі болады. Фарыз кифая, фарыз айын болып. Ал фарыз айынды біреу үшін біреу өте алмайды. Әркім өзі жеке өтеу керек. Және хадистегі екінші мағына, пайғамбарымыз айтады, Алла тағала шектеулер қойды. Сол шектеулерден өтіп кетпеңдер дейді. Алла тағала шариғатта жазалар қойды. Шектеу деп жатқаны жаза. Мысалы, ұрлық істесе қолын кесу. Зина жасаса дүре соғу немесе тас боран жасау, арақ ішсе дүре соғу, кісі өлтірсе
қасас жасау. Сондықтан шариғатта Алла тағала сендерге заң, жазаны қойды, сол жазаны орындамай қоймаңдар деп жатыр. Бірде Усама ибн Зайд Махзумия деген тайпаның бір әйелінің ұрлық істегендігі анықталады. Сол кезде Усама бин Зайд пайғамбарымыздан келіп, әлгі адам жақсы адам еді деп, пайғамбарымыздан жаңағы жазаның орындалмауын сұрайды. Яғни жаза орындалмаса екен деп өтініш жасаған кезде пайғамбарымыз не деді? Сен Алланың қойған жазасына кешірім сұрап жатсың ба дейді. Егер пайғамбар Мұхаммедтің қызы Фатима ұрлық жасайтын болса, оның қолын кескен болар едім деді. Сондықтан Алланың заңы, шариғаттың заңы, үкімі шыққаннан кейін оған ешкімнің шафағат етуге қақысы жоқ. Мысалы, шариғат сотымен бір ұрлық жасаған адамның қолы кесілетін болып шешілген болса, оған ешкім ара түсе алмайды. Түсуге де қақысы жоқ. Ол жаңағы пайғамбарымыздың Усама бин Зайдке айтқан сияқты. Сен Алланың қойған жазасынан шапағат тілеуге келдің бе деді. Ол жерде тіленбейді. Керісінше біз оны Алла рахметсін, Алла жарылқасын деген, Алла тәубасын қабыл етсін деп дұға қыламыз болды. Ойбай, мен туысқаным еді, мен жолдасым еді, мектепте бірге оқыдым деген нәрсе жүрмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әділдіктің Алланың шариғаты келген кезде, жазасын орындауға келген кезде ешкімнің тосқауыл қоюға қақысы жоқ. Сондықтан не деді? Пайғамбар Мұхаммедтің қызы Фатима егер ұрлық жасаса, оның қолын кескен болар едім деді. Бұл заң, Алланың шариғаты. Сондықтан пайғамбарымыз айтып жатыр, Алла тағала сендерге бір шекті қойды, яғни жазаны. Одан өтіп кетпеңдер дейді. Сондықтан ол жаза берілген кезде ол орындалады. Мысалы, шариғатта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кезінде және Әбу Бәкір радиаллаху анхудың кезінде арақ ішіп ұсталған адамға 40 дүре соғатын болған. Ұстап алады, ішкен көреді, біледі, соны алады да 40 дүре соғады. Оның жазасы арақ ішкен адам. Кейін бұл Омар радиаллаху анхудың кезінде 80 дүреге көтеріледі. Қараңыздар, шариғатта фәтуа өзгереді. Омар радиаллаху анхудың кезінде адамдар пайғамбарымыз бен Әбу Бәкір радиаллаху анхудың кезіндегідей болған жоқ, арақ ішу көбейді. Сондықтан пайғамбар мен Әбу Бәкір радиаллаху анхудың кезіндегі 40 дүреге Омар радиаллаху анху иштихат қылып, тағы 40 дүре қосқызды. Адамдарды тыю үшін жаңағы нәрседен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, бұл Әбу Бәкірдің, Омар радиаллаху анхудың пайғамбарымыздың шариғатына енгізген жаңалығы емес. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір сөзінде айтты: "Иқтаду биллази мин бағди Әби Бәкір ва Омар." Сендер менен кейін Әбу Бәкір мен Омарға еріңдер деді. Немесе пайғамбарымыз бір сүннетінде айтты: "Алейкум би сүннати ва сүннатил хулафаир рашидин әл-махдиин." Сендерге менің сүннетім және менен кейінгі әділетті халифалардың сүннәті деп ескертті. Сондықтан сахабалардың жасаған істері
ол сүннат болып табылады. Өйткені олар пайғамбарды көріп тұрды, істің жағдайын біліп тұрды, шариғатты бізден жақсы біледі. Сондықтан да тарауықтың 20 ракат болып оқылуы ол Омар радиаллаху анхудың кезінде кірді. Бір қари Убай ибн Кағб деген пайғамбарымыздың ең Құранды жақсы оқитын сахабасы Убай ибн Кағбты адамдарға имам қылып бекітіп, жамағат болып мешітте 20 ракат оқуды Омар радиаллаху анху бекітіп берді. Кейін Осман радиаллаху анхудың кезінде мешітте жұмада 2 азан айтылатын болған. Бұл да пайғамбарымыздың сүннәті болып табылады. Өйткені пайғамбарымыз не деді? Менің сүннетімді және менен кейінгі әділетті 4 халифаның сүннетін ұстаңдар деп бізге бұйырып жатыр. Сондықтан шариғаттағы жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен Абу Бәкір радиаллаху анхудың кезіндегі пайғамбарымыз бекіткен 40 дүре Омар радиаллаху анхудың кезінде 80 дүреге көтерілді. Өйткені адамдардың арақ ішетін кейбір адамдардың 40 дүреге бойлары үйреніп қалған еді. Азар болса бір 40 дүре жеймін ғой дейді да ішіп алады. Ал енді жаның көзіңе көрінгенше сабап 80 дүре оңай емес десе, ол адам тартынатын еді. Енді бұндай тақырыптар көп, фиқта кездесетін сахабалардың иштихад қылуымен бекітетін мәселелер, ол ешқашан, өйткені фиқ мәселесі ол уақыт өтумен, жағдайдың өзгеруімен кейбір мәселелер жаңадан фатуалар беріледі. Кейін Алла тағала сендерге кейбір нәрселерді харам қылды, оған түсіп қалмаңдар дейді. Яғни оны орындап жүрмеңдер деп жатыр. Пайғамбарымыздың 3-ші айтып жатқан нәрсесі. Алла субханаху тағала Құранда арақ ішуді, өсім жеуді, зинаны, ғайбат айтуды, ұрлық жасауды, міне бұларды харам қылған. Бұны адам орындамау керек. Сондықтан Құран-ы Кәрімде не деді? «Уәлә тақрабу зина». Тіпті харам нәрсені орындау бұлай тұрсын, харам нәрсеге жақындататын істерден де адам аулақ болу керек. Мысалы не дейді? «Уәлә тақрабу зина». Зинаға жақындамаңдар дейді. Демек, зинаға итермелейтін, апаратын әрбір нәрседен адам сақтану керек. Құдайдың әмірі, бұйрығы. Жаңағы оған апаратын нәрсе қарау. Өзіңе халал болмаған қыз, әйел адамға қарауың. Ұятсыз киноларды көру, әңгімелерді есту, ұятсыз әндерді тыңдау, әйтеуір қандай да бір адамның шахуатын көтеріп, зинаға итермелейтін әрбір істен адам сақтану керек. Сондықтан уәлә тақрабу, Алла тағала зина жасама деген, зинаға жақындамаңдар деп жатыр. Көріп отырсыздар ма? Зинаға жақындамаңдар деп жатыр. Яғни ол соның бірі ойлау. Ақылыңа біреуді алып ап, жаңағы қиялдап жатуың. Инна бағда зонны исм, өйткені кейбір ойлардың өзі күнә деген. Сондықтан ол жаңағы кейбір қияли ойларды ойып, біреуді салып ап, ойыңа аяқты асып қойып, жатып, қиялдап жатудың өзі болмайды. Сондықтан өйткені Алла тағала харамға жақындаудан, соған апаратын нәрселердің барынан адам тыйылу керек. Оған жақындамау, ол мысалы біреудің егіс алқабының жанында тақап барып мал жайған жеңіл ме, әлде содан алыс қашықта жүрген жеңіл ме адам үшін? Сақтанамын деген адам үшін одан алыс болған жақсы. Анаған түсіп кетеді деген қауіп болмайды. Ал егер оның жанына жақындайтын болсаң, саған дамыл жоқ. Қайта-қайта алаңдап отырасың. Сол сияқты адам мүмкіндігінше күнәлі қателікке апаратын істен аулақ болған жақсы. Сондықтан пайғамбарымыз 3-ші нәрсесінде Алла тағаланың харам қылды кейбір нәрселерді, соған жақындамаңдар деді. Алла Құранда айтты: «Ва халаллаху байға ва харрама риба». Сол сияқты Алла тағала сауданы халал қылды да,
өсімді харам қылды дейді. Сол өсімге апаратын нәрседен түсіп қалудан да адам сақтану керек. Алла сауданы халал қылды, сондан сауданың есігі ашық, Құдай халал қылған. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Пайданың 9-ы ол саудада деген. Сондықтан Құрандағы Алланың харам қылған, пайғамбарымыздың тыйған нәрселерінен адам сақтану керек. Енді осы пайғамбарымыздың осы хадисіндегі тағы бір мәселе сакатаған әшия рахматан лакум. Сендерге рақым ретінде кейбір нәрселерді айтпай қоя салды дейді. Сондықтан да бізге ашықталып, анықталмаған нәрсеге кіріспеуіміз керек. Бізге тағдырды білуді жүктеген жоқ. Білу фарыз, білмесеңдер харам болады деген жоқ. Қияметтің қашан болатыны рухқа байланысты. Ол қанша килограмм, адам өлмей тұрған кезде осынша килограмм, өлгеннен кейін осынша грамм азайды, демек рухтың салмағы осындай деген сияқты Алла тағала бізге рақым ретінде кейбір нәрселерді жүктемеген. Оған біз кіріспеуіміз керек. Ол қай жерінде болады? Басында бола ма, миында бола ма? Миында болса, жүрегінде бола ма? Қай жерінде болады? Ол бізге жүктелмеген нәрсе. Сондықтан Алланың фарыз қылған нәрсесі бекітілді ме? Орындауымыз. Харам қылған нәрсесі қойылды ма? Сақтануымыз керек. Жазаны орындау керек дедім, орындауымыз керек. Сондықтан пайғамбарымыз айтып отыр, Алла тағала сендерге рақым ретінде кейбір нәрселерді жауып қоя салды дейді. Оны білуге ұмтылмаңдар дейді. Бірде пайғамбар Абу Хурайрадан жеткен хадисте біз мешіттің сыртына шығып тағдыр туралы тартысып сөз салғаластырып тұрған кезде пайғамбарымыз шықты дейді. Сол кезде жүзі қатты қызарып ашуланып, мен сендерге осы үшін жіберілдім ба деді. Сен бұдан бұлай бұл мәселеге кірмеңдер. Сендерден алдыңғы қауым осы мәселеге кіру себебінде адасып кеткен. Егер бұл мәселеге кіретін болса, адам адасады. Егер Алла менің тағдырым жазып қойған болса, менің не жазығым бар, онда мені неғып тозаққа кіргізеді. Адамның түсінбейтін нәрсесі көп. Оған неге хидаятты жазады, сөйтіп ол неге жәннатқа кіргізеді, ол неге маған жазбайды деген сияқты адам түсінбейтін нәрсеге ұрынады. Ал енді бізге сондықтан тағдырға иман келтіру, сол тағдырдағы басымыздағы бар нәрсенің жақсылығы, жамандығын Алладан деп қабылдап, мойындап иман келтіруді ғана бізге пайғамбарымыз бұйырды. Сондықтан кейбір мәселенің бізге анық қанығын білмеу, ол бізге рахым үшін жіберді. Рахымы Алланың мейірімі. Және осыдан ғалымдарымыз айтады, фәлә тәбхасу анха. Енді Алла тағала бізге кейбір нәрсені айтпай кеткен болса, оның ізденбеңдер, қазбаланбаңдар дейді. Сондықтан жаңағы кейбір өзімізге жүктелмеген нәрседе сұрауға тыйым салатын хадистердің бірі. Яғни бұдан шығатын мағынаның бірі біз өзімізге жүктелген нәрсені білу. Сондықтан имам Тахауи рахимахулла өзінің кітабында ілім екі түрлі болады дейді. Бірі жаратылысқа, адамдарға жүктелген ілім, екіншісі біздерге жүктелмеген ілім. Кімде-кім өзіне жүктелмеген ілімді талап ететін болса, ол діннен шығады дейді. Ал кімде-кім өзіне жүктелген ілімді тәрк ететін болса, ол да діннен шығады дейді. Мысалы, Алла тағала бізге намаз оқуды, ораза ұстауды, зекет беруді міндет. Бұның қалай орындалып, қалай жүзеге асуын біз білуіміз керек. Намазымыз тіпті дұрыс болу үшін біз дәретті білуіміз керек. Оны біз оқу арқылы білеміз. Ал енді адамға жүктелмеген ілім бар. Кім оны талап ететін болса, біз адамға жүктелмеген ілім Алланың хақиқатын білу. Алланың хақиқатын өзінен басқа ешкім білмейді. Ал бізден талап етілген нәрсе Алланың есім сипаттарын мойындау. Алла бар, жалғыз, естуші, көруші, бәріне құдіреті жетеді, мейірімді, рақымды, қаласа азаптайды, қаласа жарылқайды деген сияқты Алланың есім сипаттары арқылы біз Алланы танимыз. Ал Алланың хақиқатын өзінен басқа ешкім білмейді. Сондықтан да ол Алланың хақиқи
қолы бар деу, бұл біздің шариғатымызға қайшы нәрсе. Оның қақиқи қолы бар дейтіндей сен Алланың қақиқатын білмейсің ғой. Қалай оның қақиқи қолы дейсің ғой? Алланың қақиқи көзі бар дейтіндер бар. Алланың қақиқатын Аллахтың өзінен басқа ешкім білмейді. Ал біз Алла тағаланы есім сипаттары арқылы танимыз. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: «Тафаккару фи алаилла ва ла тафаккару филла фатахлику». Сендер Алланың жаратқан жаратылысын пікір қыңдар. Алла тіреусіз аспанды жаратты, күнді жаратты, жерді жаратты, әрбір өсімдіктерді шығарды. Осы нәрсеге қарап, осы нәрсенің жаратушының құдіретті екендігін, білуші екендігін біз тануымыз керек. Сондықтан не деді? Алланың жаратылысын пікір қылыңдар. «Уәлә тафаккару филла», Алланы пікір қылмаңдар дейді. «Фатахлику», құрып кетесіңдер дейді. Сондықтан да сендерге сені кім жаратты? Алла. Әкеңді кім? Сені кім жаратты? Сен қай жаңағы? Алла дейсің. Алланы кім жаратты деп сұрақ қояды деген. Сол кезде «Астағфиру билла». Алладан, «Я Раббым, сенен пана тіледім» деп «Әғузу биллахи минаш шайтанир ражим» деп айту керек адам. Өйткені Алла жаратылмаған. Сондықтан адам баласы өзіне жүктелген нәрсені біліп, өзіне жүктелмеген нәрсеге кіріспеу керек. Алла өзінің хақиқатын білуге бізге бұйырған жоқ. Мен қандаймын, қай жердемін, қалай. Ол өзіне иман келтіруді, сипаттарын мойындауды талап етті. Өйткені жаратылған нәрсе, жаратылмаған нәрсенің хақиқатын біле алмайды. Оны ойлап ақылға сыйдыра алмайсың. Түсінікпен түсіне алмайсың. Сондықтан имам Тахауи рахимахулла не деді? «Ла таблуғухул аухам, ва ла тудрикухул афхам, ва ла тушбихул анам». Оған ой түсініктер жетпейді. Сіз ақылыңызға не нәрсені ойламаңыз, Алла одан пәк. Сондықтан адам баласы Аллаға иман келтіріп қою керек. Сондықтан Алланың жүктеген, міндеттеген нәрсесін біліп, оны анықтап көзіміз жеткізуіміз керек. Алланың бізге жүктемеген нәрсесіне кіріспеуіміз керек, ол жөнінде қазбаланбауымыз керек, және оған біз иман келтіріп қоюымыз керек. Алла бар ма? Бар. А ол қайда деп сұралмайды. Алла ести ме? Естиді. Қалай естиді деп сұралмайды. Алла көре ме? Көреді. Қалай көреді деп сұрамыз. Қалай, қашан, қайда, не? Ол бізге қойылатын сұрақ. Сондықтан да сахабалар пайғамбарлардан кейінгі ұлық адамдар олар. Керек қажет болса олар сұрайтын еді: «Я Аллахтың елшісі, Құдай қайда өзі?» Бізге міндеттелген нәрсе Құдайдың орнын сұрау емес, Құдайдың барлығын мойындау. Сондықтан ол Құдай қайда деп пайғамбар сұрады деген хадистің өзі пайғамбар Құдайдың орнын сұрады дегенге дәлел болмайды. Құдай қайда дегенде Құдайға сенесің бе деп сұрады одан. Егер хадистің мағынасын білетін болса. Құдайдың орны бар, сол орны қай жерден, сосын сұрады. Егер оны пайғамбар Құдайдың орны бар, орнын білу керек болғанда сахабалардан сұрайтын еді, адамдардың білетін. Қандай бір жаңа түк нәрсе білмейтін күн қыздан Құдай қайда деген кезде ол қайдан біледі? Яғни Құдай қайда деген сұрағы пайғамбарымыздың. Құдайды мойындайсың ба деген сөзі болды оның. Сондықтан ол хадистің өзінде Құдайдың орнын сұрады деуге дәлел жоқ. Өйткені Алла қайда деп сұралмайды. Ол орын болмағанда болған зат. Аспан болмағанда болған зат ол. Сондықтан мына жақта, ана жақта деп айтылмайды. Сондықтан имам Тахауи рахимахулла не деді? «Ла тахуил джихату ситту касаил муптадағат». Жаратылысты қамтыған 6 тарап оны қамтымайды деді. Біздің алдымыз бар, артымыз бар, оң жағымыз бар, сол жағымыз бар, үстіміз бар, астымыз бар. Алланы олай айтылмайды. Алланың алды бар, арты бар, оң жағы бар, сол жағы бар деп айтылмайды. Сондықтан бұл нәрсенің барлығының мағыналары бар. Егер бұны түсінбегенде сахабалар сұрайтын еді. Ол қол, көз, жүз деген, истива деген жаңа. Бұл сөздердің мағынасы бар.
оны иншалла сіздер ақида сабағында, ақида дәрістерінде өткен боларсыздар. Оны дәрістерімізде иншалла тоқталамыз. Субханакаллахумма ва бихамдика ва нашһаду ан ла илаха илля анта ва настағфирука ва натубу илейк.